Саламатсыздар ма? Бүгін сіздермен қарастыратынымыз бізде бүгін термодинамика тақырыбы бойынша, яғни төртінші есеп ОБТ-да келетін. Көріп отырсыздар, термодинамика бойынша бізге ішкі энергия, жылу мөлшері, заттың агрегаттық күйлерінің өзгеруі, булану, конденсация, қайнау, балқу, қатаю деген сияқты. Сосын термодинамикаға байланысты нәрселер, жылу балансы, термодинамиканың бірінші, екінші заңы, сосын термодинамиканың заңдарына изопроцестерді қолдану деген сияқты нәрселер, пайдалы әрекет коэффициенті, Карнот циклы деген сияқты заттар осылар келеді. Өте көп бұл жерде термодинамиканың жалпы ауқымы. Сонымен бастайық, бірінші теориялардан бастайық. Бірінші мынандай сұрақ келген: экологиялық таза энергия көзі. Енді бұл жерде любой адам біледі деп ойлаймын мұндай сұрақтарды. Бұл жерде желі. Жақсы, енді келесі сұрақ бізде: орталық жылыту жүйесінде энергия қазаннан жылу батареяларына қалай беріледі? Энергия қазаннан жылу батареяларына конвекция арқылы. Осы нәрсені кішкене тоқталып өтейік. Жалпы бізде жылу ішкі энергияны өзгертудің екі тәсілі бар, білесіздер. Оның біріншісі жұмыс істеу арқылы, екіншісі жылу алмасу арқылы. Ал жылу алмасу ішінен үшке бөлінеді: конвекция, жылу өткізгіштік және сәуле шығару деген. Енді конвекцияға мысал ретінде осыны алып тұрмыз. Келесі сұрақ: төменде келтірілген жағдайлардың ішінде ішкі энергиясы механикалық энергия есебінен өзгере алады? Дұрыс емес жауапты таңдаңыз. Дұрыс емес жауап ол бұл жерде А болады. Өйткені бұл жерде қараңыз, механикалық энергия есебінен, жұмыс есебінен өзгере алу деген ол үйкеліс арқылы болса, онда бізде жұмыс істейміз. Мысалы, біз қолымыз тоңып кеткенде үйкейміз екі нәрсе бір-бірінен, сонда олар қызады деген сияқты. Сондықтан бұл жерде жаңағы қасықты шайға салдыңыз, ол просто тұр, сондықтан бұл жерде ол жұмыс істеуге жатпайды. Келесі температураға байланысты. Кешеде біз температураға байланысты болған. Бұл жерде минус 23 градусқа тең болатын абсолют температураның мәні. Абсолют температураның мәні бізде Цельсийға Кельвин 273-ті қоса саласыздар. Сөйтіп 23-ке 273-ті қосатын болсаңыз 250 Кельвин болады деген сөз. Келесі есепке тоқталайық. Келесі бізде жылу мөлшеріне байланысты есеп. Бізде екі температура берілген. Міне екеуі бізде не берілген? Бірінші бізде масса берілген 1,2 килограмм. Одан кейін температураның өзгерісі берілген. Температураның өзгерісі бізде 50 градус болды деген сөз. Енді бізден сұрап тұрғаны жылу мөлшерін сұрап тұр. Енді біз жылу мөлшерін табу үшін Q тең болады M көбейтілген S дельта T деген формула бар, білесіздер. Орнына қоя саламыз оны. 1/2 көбейтеміз 200 көбейтеміз 50-ге. Сонда бізде 12.000 киложоуль, 12 киложоуль деп шығара саласыздар. Бұл жылу мөлшеріне байланысты есеп. Келесі, бізде қайнау температурасындағы массасы 2500 грамм суды буға айналдыруға қажетті жылу мөлшері. Бұл жерде 2500 граммды килограммға айналдырып тастаймыз. Сонда бізде ол 2,5 килограмм болады. Енді осы жерде біз жылу мөлшерін табатын болсақ, Q тең mR деген формуламен анықтаймыз. 2/5 көбейтеміз 2,25, оның 6 дәрежесі. Енді осы 2/5-ті 2,25-пен көбейтсек, 5,6, оның 6 дәрежесі шығады. Енді осыған байланысты бұл жерде көріп отырсыздар, MC дельта T, MQ отынның жылуын келе салуы мүмкін, немесе MR болмаса M лямбда деген сияқты балқу жылуы, булану жылуы деген сияқты есептер келуі мүмкін. Келесі бізде термодинамиканың бірінші заңына байланысты есептер. Енді қараңыздар, идеал газ белгілі бір жылу мөлшері берілген. Газдың сыртқы күштерге қарсы 12 киложоуль, яғни сыртқы күштерге қарсы деп айтып тұр. Ол бізде жұмыс, мына жерде жұмыс берілген. Одан кейін ішкі энергиясының өзгерісі берілген, ол 20 киложоуль. Енді бізге жылу мөлшерін тап дейді. Жылу мөлшері дегеніміз дельта U қосылған жұмыс. Сөйтіп екеуін бір-бірінен қосамыз, сол кезде бізде 32 киложоуль болады. Ал енді осы жерде кейде мынандай да жағдай болады, ішкі сыртқы күштердің жұмысы деген сөз болса, онда сіздер Q тең болады дельта U минус A штрих деп жазамыз. Бұл сыртқы күштердің жұмысы. Ал мына жерде сыртқы күштерге қарсы жұмыс деп тұр. Соны ескереміз.
Жақсы, келесі мынандай теория келген. Жылу қозғалтқышына жатпайтыны. Жылу қозғалтқышына жатпайтыны, бұл жерде генератор жылу қозғалтқышына жатпайды. Келесі сұрақ. Идеал жылу машинасының пайдалы әрекет коэффициентін арттыру үшін не істеу керекпіз? Пайдалы әрекет коэффициентін арттыру үшін қыздырғыштың температурасын жоғарылату керекпіз. Келесі Карнот циклына байланысты тағы да бір есеп. Так, қыздырғыштың температурасы берілген, оны біз Т1 деп аламыз. Салқындатқыштың температурасы бізде Т2. Енді бізде пайдалы әрекет коэффициентін табу керек. Ол үшін бізде Т1 минус Т2 бөлінген Т1 деген формулаға саламыз. Сонымен 300 азайтамыз 120 бөлеміз 300-ге. Так, 300-ден 120-ны азайтсақ бізде 180. 180-ді 300-ге бөлетін болсақ бізде 60% шығады деген сөз. Енді тура осы есеп жылу мөлшері ретінде келген. Қыздырғыштан 100 джоуль жылу мөлшерін алып, тоңазытқышқа берген. Яғни бұл жерде қыздырғыштан алды, тоңазытқышқа берді 100 джоуль, яғни Q1 берілген, сосын тоңазытқышқа Q2 деп жазамыз. Пайдалы әрекет коэффициентін табу керек. Ол дегеніміз бізде Q1 минус Q2 бөлінген Q1 көбейтілген 100% деген сияқты. Енді орнына қоясыздар. 100-ден азайтамыз 75-ті бөлеміз 100-ге деген сөз. Бұл жерде бізде 25% шығады деген сөз. Енді келесі, мына жерде енді бұл есепті біз жауабымен ғана шығара салғанымыз удобно бізге. Қыздырғыштың температурасын салқындатқыштың температурасына 75 кельвинге арттық дейді. Пайдалы әрекет коэффициенті жаңағы 15 градус дейді, онда салқындатқыш пен қыздырғыштың температураларын табыңыздар дейді. Енді бұл жерде мен жауаптарымен ғана есептей салам. Мысалы, біріншісін аламыз. Біріншісі бізде 275-тен 200-ді азайтамыз. Мысалы, мен қазір бір-бірден есептей салам. Қайсысы 15% шығады, сол бізде дұрыс болады деген сөз. 275-тен мен 200-ді азайтам. Осы шыққан санды 75 шығады, соны 275-ке бөліп тастаймын. Бұл жерде 27% шықты, сондықтан мынау болмайды деген сияқты ғой. Одан кейін бізде 400-ден қазір 400-ден 325-ті азайтамын, 75, осы 75-ті мен 400-ге бөлемін. В общем, азайтындысы бәр жерде 75 болып тұр, сондықтан бұл жерде 18% болды, бұл да болмайды деген сөз. Сосын азайтындысында 75-ті мен 500-ге бөле салам. Бұл жерде 15% шықты, сонымен жауабы мынау болады деген сөз. Формуланы мына формулаға қойдым, жеке-жеке осылай есептеп қоя салдым директім. Бұл жерде есептеп отырудың қатты қажеті де жоқ деген сөз. Келесі қыздырғыштың температурасы 2 есе артқанда жылу машинасының пайдалы әрекет коэффициенті өзгеріссіз қалу үшін салқындатқыштың температурасын не істеу керекпіз деп айтып тұр. Пайдалы әрекет коэффициенті өзгеріссіз қалады, онда салқындатқыштың температурасы қандай болады? Қыздырғыштың біз мысалы салқындатқыштың температурасы бізде Т2 ғой. Т2 дегеніміз ол бізде қыздырғыштың температурасы бір азайтылған этаға тең болады. Бұл не деген сөз? Қыздырғыш пен салқындатқыш тура пропорционал. Сонда қыздырғышты 2 есе арттыру үшін пайдалы әрекет коэффициенті өзгермесін десек, салқындатқышты да не істеу керекпіз? 2 есе арттыру керекпіз деген сөз. Келесі есеп, газға берілген жылу мөлшері толығымен ішкі энергияның өзгерісіне айналатын процесс. Яғни газға қандай да бір жылу мөлшерін берілген, ол жылу мөлшерінің барлығы ішкі энергияға кетіп қалды. Ішкі энергияға кетіп қалса, онда бізде жұмыс нөлге тең деген сөз. Жұмыс нөлге тең болу үшін көлем тұрақты болу керек. Сонда біздің жауабымыз изохоралық процесс деген сөз. Келесі тура осындай сұрақ, термодинамика берілген, тура осының формуласымен берілген өрнектелетін процесс. Бұл бізде изохоралық процесс. Өйткені изохора болған кезде ішкі жұмыс жасалмайды, онда жылудың бәрі ішкі энергияға өтіп кетеді деген сөз. Енді келесі мынандай сурет берілген екен, 16-дан мен сәл кішірейтіп алайын. Суретте идеал газдың бір күйден екінші күйге өту процесі көрсетілген дейді. Осыған сәйкес дұрыс тұжырымдар. Бірден екіге өту, мысалы 1-ден 2 ол бізде изотермалық процесс.
Бұл изотермалық процесс болғандықтан біз 1-2 изотерма деп аламыз. Мынау дұрыс болады. Ал мына 1 және 2 штрих дегеніміз ол бізде адиабаталық процесс. Бұл жылудан оқшауланған процесс. Значит, 1 мен 2 болады деген сөз жауап бұл жерде. Осындай графиктермен келе салу мүмкін, иә. Жақсы, келесі бізде изохоралық процесс үшін екі атомды идеал газдың меншікті жылу сыйымдылығы. Изохоралық екі атомды болатын болса, онда бізде формула сұрап тұр. Бұл жерде формуласы А болады. Екі атомды идеал газ үшін ішкі энергиясының анықтайтын формула, екі атомды ішкі энергияны анықтайтын формула, ол бізде Д болады деген сөз, иә. Келесі 19-ға кеттік. Енді мен бұл 20 есепте бәрін қамтып атқан жоқпын, но жалпы сіздер осыған ұқсас есептер келеді деп түсінуге керексіздер. Жақсы, сонымен бізде 19-шы есепте бізде 2 моль бір атомды идеал газ берілген, А нүктесіндегі температурасы бізде 300 кельвин болған, оны Б нүктесіне дейін қыздыру үшін қажетті жылу мөлшері. Бұл жерде бізде жылу мөлшері, бұл жерде жұмыс адам Б-ға өтіп жататын болса, бұл изобаралық процесс. Біріншіден бізге зат мөлшері берілген. Зат мөлшері бізде 2 моль деп аламыз. Одан кейін бізде температурасын қарайық. Температурасы, бастапқы температурасы Т1 бізде 300 кельвин болған. Сосын мынау басында В болды, енді қазір 4В болды. Не деген сөз? Көлемі 4 есе артып жатыр. Онда температурасы да 4 есе артады деген сөз да. Сонда 1200 кельвин болды. Бізге негізі температураның өзі керегі жоқ, дельта Т керек. Дельта Т екеуін азайтып тастаймыз деген сөз. Т2-ден Т1-ді. Сонда бізде бұл жерде 900 кельвин болады деген сөз. Енді бізге жылу мөлшерін тап деп тұр. Бұл изобаралық процесс, жылу мөлшері және бір атомды болатын болса, онда 2-ден 5 деп аласыз. 2-ден 5 нью R дельта Т деген формуламен анықтаймыз. Орнына қоямыз, Q тең болады 5 бөлінген 2. Ньюдің орнына 2-ні қойдым, 8/31. Мына жақта бізде 900 кельвин, яғни екеуінің айырмасы. Сонымен 2 мен 2 бізде не істейді? Қысқарады. Енді осылардың ішіндегі ең кішкене сәл күрделеу деген есеп осы болып тұр. 900-ге көбейттім, сонда менде 37,4 киложоуль болды. Енді келесі есеп, изобаралық процесс кезінде бір атомды идеал газ 2 киложоуль жұмыс жасаған. Яғни жұмысы берілген 2 киложоуль жұмыс жасалған. Ондай болса, оның ішкі энергиясының өзгерісі қандай болады? Ішкі энергияның өзгерісі бұл бір атомды болатын болса, 2-ден 3 А дей саламыз. Орнына қоямыз 3 бөлінген 2, көбейтеміз 2, сонда екеуі қысқарады, сонда бізде 3 киложоульдің өзі болады. Міне құрметті оқушылар, бүгін сонымен біз 4-ші күн ба? 5-ші даже күніміз ғой деймін, иә. 4-ші күн емес, 4-ші есеп талдауымыз бұл термодинамика бойынша кетіп жатырмыз. Келесі жолы 5-ші есеп талдау жасаймыз. YouTube-да, каналда қолдай жүріңіздер. Сау болыңыздар.